Мынаны да біз кестелер, бізбен тіккенбіз қолымызбен. Мына біз кестемен тіккен ою-өрнектер қазақтың, өзі қазақтың ата-бабамыздан келе жатқан ою-өрнектері. Сендер де өскен кезде осы менің ата-бабамнан келе жатқан, мен де үйренгем шешелерімізден. Енді сендер де өскен кезде осы ұқсап істейсіңдер. Мен сиқылды қазақтың әдемі оюларын істейсіңдер міне. Көрпешелер тігесіңдер. Міне. Қап тігесіңдер ойылдың шектерін. Өздерің сызасыңдар. Мен де өзім сызғам міне. Осының бәрі маған шешем үйреткен. Шешемізге де сол қазақтың ата-бабаларынан келе жатқан ою-өрнектер. Енді міне мен сендерге үйретемін. Сендер өскенде осының бәрін істейтін боласыңдар. Міне көрпешелер тігесіңдер. Неше түрлі қазақтың оюлары бар. Бәрін үйретемін мен сендерге. Өскенде сендер осы ұқсап істейтін боласыңдар міне. Мынаны тігіп болғаннан кейін мынандай кішкентай жастық болады. Көрпешелерді жасаймыз осыдан. Мынада да кішкентай міне. Мынаның бәрі қолдан тігілген міне. Сендер ма міне? Сендер де өскен кезде осының бәрі міне. Мен құсап тігетін боласыңдар. Қазақтың оюы деген осы міне. Көрпешелері, жастықтары, міне тақиялары міне. Мынаның бәрін қолымызбен тіккенбіз міне. Өздерің білесіңдер, мамаларың тіккен. Бұны да ата-бабаларымыздан бері қарай міне қазақтың оюы, тақиясы, неше түрлі сан жетпейді. Неше түрлі әшекейлері бар міне.